Ата-бабаларымыздың бар кезінде анашымыздан, әкемізден бата алсақ, ешқашанда жаман болмайтынымызды жас кезден сезіне білетінмін. Сол кезде дінге бет бұрып, Құранның бетін ашып жүретінмін. Сонда анашым айтатын, сен түбінде әке жақтарың осы Құран ұстаған, қажыға барған, осы жолмен жүрсең сен адаспайсың деп ескі Құранды қолыма ұстатып жүретін. Соны қолыма бергенде түйсік сезімі оянып, Құранмен бетімді ашып, сол кезде білгенімді айтып, ля илаха илlallah Мұхаммед расулы деп қазақша Алладан сұрап жүретінмін. Осыны айтып, Алланың пайғамбар елшісі деп тілмен айтып жүрекпен сеніп жүретінмін. Сөйтіп жүріп Құрандарды ізденіп, оны оқып жаттай алмай, қазақшасын өзін жаттай алмай, қиынға сондай үлкен сынақтар болды. Кімде-кім Құранды жаттай алмай, соған бет бұрып, оны жаттаймын деп қиналған сайын сауапты көбірек жазады екен. Сондай сауаптарға іліндім бе, сөйте жүріп, мешітте жүріп, тәржібе алып, сөйтіп жүріп, Семей қаласында, ол кезде Семей облысы, Семей қаласына барып, Төлеубек қажы атты мешітте барып, сол жерден 2 ай дәріс алдым. Сол кезде Құранға түскен болатынмын. Содан кейін барып, 3 жылдай осы ауыл жерде істеп, содан кейін Үржар ауданында істеп, содан кейін сол жерден қара жұмыс қоса істеп жүріп, молдалықты, сондай молда, нұр молда деп адамдар сен енді алға басып жатыр істерің деп, сондай қажы аталар, ақбат аталар беріп жүретін, олардың да батасын алып жүрдім, жаман болған жоқпын. Үржардан сөйтіп жүріп, осы Семей қаласына келіп, осы түбінде ұстаз болсам екен, жастарға үйретсем екен, имандық жолға тартсам екен деп, сондай ниетпен жүрдім. Сөйтіп жүріп, Абай облысы Бородулиха ауданынан наиб имам болуға сол жерге мені жолдамамен жіберді. Ол жерде бір 2 айдай дәріс алып, мынандай жаназа шығару деген сияқты жұма намаздарын өткізу, осындай күрделі тәжірибелерден өткізе отырып, Семей қаласында Абай Құнанбаев атындағы 2 айлық курсын бітіріп, имамдармен дәріс алып қайтқан болатынмын. Сөйтіп жүріп, сол жердегі өкілетті өкіл бас имам Абай облысының Алматы қаласына институтқа оқуға барып, тамамдап оқу бітіруім керек, өйткені сен лауазымды үлкен жұмыс атқарып жатсың деп, 2 айлық оқуға жіберіп, сол жерден институтты бітірдім имамдардың, иншалла. Соның барлығы анашымнан бата алғанның арқасында өмірден озар кезінде ол кісінің ақ батасын алып, қолына тәжбек берген болатынмын сол кезде. Сол анашым жағынан осы ақындығы бар. Сол салма күндіз түні айтсады деп ол кісі айтып отыратын, ептеп кісі қарайтын ата тектерім бар, ағаларым бар деп айтатын. Соның несіменен енді дем салып қарасам кісілердің бәрін, оның үстіне 2 ай Семей қаласында, Алматы қаласында халық емшілік орталықтарды тамамдап, Қазақстанның парапсихолог, рухани емші деген документтерін де оқып үлгергенмін. Ол мәселе ода емес, ол Құранның 82 аятында, Исра сүресінде Құран ем деген. Сол саласында қасиетті дұрыс ұстасам екен деп дәрет алып Құранға бет бұрып жүріп, осындай жолға жеткеніме Аллаға сансыз мадақтар айтамын. Соңғы бата бергенде үхідеп әрең демалдың, іште жатқан шеріңді шығар алмай қиналдың. Намаз оқымаған сон қолға тәшбек мен бердім, Алладан кешірім сұрады, ля илаха дедім. Анашым, сен өзімесің, жүректесің, әр қашанда көз алға елестерсің. Алланың қолдауымен жебеп бізді, маңдайдан сипап жебеп жүрген дейсің. Бұйыртып өлең жаздым еске алып, жылады ұл қыздарың естен танып. Тағдырлы жұлдыздамаң солай болса, сабырлық сақтаймыз ғой іштен алып деп, анашыма шығарған өзімнің өмір баянымды өлең қып шығарып, көпшілікке ұсынуды жөн көрдім. Құдіретті күшті бір Алланың тылсымына сенгенін, осылайша өмірімнің қиындығын жеңгенмін. Құранды мен мойындадым, өлеңімді жолдадым. Аян бер деп бір Алладан шапағатын сұрадым. Тылсым күштің сырым менің, ұштастырдым сөзімді.
Dindi жолға бағыт алып, шындап жүрмін өзімді. Дindi жолға бағыт алып, шындап жүрмін өзімді. Әбжаттың ілімі бар, бойымда үні де бар, санама равшаны дарытқан күні де бар. Жарықтық шешем менің, Құранға сүйенгенім, нағашым жебеп менің, аянмен үйренгенім. Бұл жолда Алла берді, миыма сана берді, бойымды ие қысып, біртіндеп қона берді. Бойымды ие қысып, біртіндеп қона берді. Өзімді қолдап жүрдім, қолыма Құран бердім. Жалғызым жетсекенде Алладан сұрап жүрдім. Жалғызым жетсекенде Алладан сұрап жүрдім. Қасиет бойымда бар, батасы ойымда бар. Шабытым шал кейгезе, анашым жазарым бар. Шабытым шал кейгезе, анашым жазарым бар. Анашым жазарым бар. Соңғы бата бергенде, қолға тәсбих мен бердім. Алладан кешірім сұра деп, ля илаха де дедім.